Ұлттық арна эфирінде мен қазақпын мега жобасы. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл жобада шетелде тұратын қандастарымыздың да қатысатынын естеріңізге сала кетейік. Алғашқы айналымда шаманы айтып, шамасы келетіндер ғана айтатын шаманы айтып, көптің көңілінен шыққан, қазылар алқасының алғысын алған өнерпазымыз Шерікбай Өзгерісті ортаға шақырайық. Өзгеріс Баян-Өлгей өңіріндегі барша қазақ бауырларымыздың аманатын арқалап келген азамат. Өткен жобада біз бағдарламаларда өзгеріске шында да бәріміз таңғалған болатынбыз. Мен қазақпын жобасының бір ерекше бір өзгерісі болып келген азамат деп. Бүгінгі дайындық қалай өзгеріс? Шүкір, жақсы, бәрі. Көреміз қазір. Сенімділік бар ғой? Сенімділік бар, әрине. Өзгеріс, сахна өзіңдікі. Өзгеріс Шерікбай, қошеметтеріңіз. Ұста екен. Бұл жолы өзгеріс қандай өзгеріс жасайды екен? Оны біз біраздан соң білетін боламыз. Алдымен жеребе тартып алайық. Өзгеріс жаңа жанар жылаған кезде сенің де көңілің босап кеткен жоқ па? Ал, сіз дайын болсаңыз. Ал, сапарың сәтті болсын өнердегі. Қиын ба? Өзгерістің қолдан келетін дүние бұл. Батыс өңірі, айнам, көз, мұхиттың әні. Өзгеріс айтады ма? Айтады. Оны үйренген ғой, жақсы. Атырақ қаза айтамыз. Ойнасаң өзің теңедес, жаспен ойна, олдағы алғаныңнан ақау, айнам көз кем болмайды. Esmey seni töskенеде қайнайды зығырданым ақау, айнам көз қайғайдағы айнам көз қайғайдағы Өзгеріс
өзгеріс Шерікбай, қошеметтеріңіз. Құрметті қазылар алқасы, өзгеріс шынымен біздің Мен қазақпын жобасының іздеген өзгерісі болды деп өткен жол Мырзатай ағамыз өзінің бағасын беріп еді. Осы өзгерістің осындай өнерпаз болуына, осындай үлкен сахнаға шығуына жолдама берген, сонау Моңғолиядан тауып әкеп, оқытып, білім беріп, осындай әдемі әнші болуына үлесін қосып, алғашқы әліппесін үйреткен әннің, содан Қайрат ағамызға аманаттап берген ортамызда отырған біздің Рамазан Стамғазиев ағамыз. Рамазан аға, өзіңізден бастасақ, қалай айтты? Өзгерісті шынымен өзгеріс бар ма екен? Сіздің қолда бір 3-4 жыл тәлім алды ғой деймін. Енді бүгінгі айтып атқан әні, ол Мұхит Салдың әні, оны әншінің әншісі айтатын ән, ол оған мынандай баритон дауысты әншілерді қиыстырып салу деген, ол кейде біз өзіміз қимаймыз керек десең де. Бірақ дегенмен де сол мынау әншілік трактовкаларын өзгертіп, өзіндік ырғақ салып, кешегі өткен Жүсекеңдердің лебіменен солардың салып өткен Қарекеңнің қазақ өнеріне басқа бір қырынан жан бітіру, әнге үн сыйлау деген нәрсені мен ойлаймын өзгеріс деп бар бүгінгі. Бәрекелді. Толғанбай аға. Бүгінгі өзгерістің әні, өзгерістің үні, Арқаның мектебі болса, сол Арқаның мектебіне өз үлкен талғаммен келетін қоңырын ғой. Оның бәрін де айта бермейді. Енді сен осылай бола отырасың, енді басқа өңірдің әніне, жаңағынде қағысына сенің енді еніп кетуің екі талай. Бірақ сенің бүгін кереметтің, сен сол әнге сіңіп кетпей, әнді өзіңе сіңдіріп айттың. Әдемі қып айттың. Өзіңнің қазақилығың көрінді мұнда сенің, даладай. Содан кейін анау жаныңның дірілі айнам көзге бір кереметтей өң берді. Сенің мынау мектеп көргендігің, жаңа Рамазан ағаң, жаңа Қайрат ағамыздай үлкен ағаларымыздың алдын көргендігің, осы шеберлігіңнің бәрі бүгін көрінді. Мен риза болдым саған. Көзімізге жарқыта қалған әншінің біреу, таланттың біреу осы өзгеріс болатын. Біз жерден алтын тапқандай қуанғанбыз. Мен оның тарихын білген жоқ едім, сөйтсем, мына Рамазан сол өлгейге барып, өзінің сол достарымен кездесіп, бұл жігіттің әкесімен жолығам деп барып, әкесінің орнына бата қып, сөйтіп мына баланы тауып алып келген екен. Мұны осы үшін Рамазанға шын жүрегімнен ағалық алғысымды айтайын деп отырмын. Біз жүрген жерде қазақтан шыққан дарын таланттардың бәрін жинап жүруіміз керек. Астанаға, Алматы сияқты үлкен өнердің ордаларына. Ал енді қазір байқап отырмын, өз тегін емесе жалпы тегінен, арғы тегінен өнер дарыған әулет екен бұл өзі. Енді мен айтайын дегенім, ол сен бір мінсіз айттым деп ойлап қалма сен. Мүмкін айнам көз, қайдан білеймін, баян өлгейге мүмкін жетті ма, жетпеді ме, о жақта айтыла ма, айтылмай ма, айтылмауы да мүмкін. Бұл енді айнам көздің мәселен, сен оның домбыраны шертуіңде қағысыңда келген жоқ айнам көзге. О жағынан өзің іштей сезіп отырсың. Ал мен ойлаймын, біз бұл айнам көзді қалай айтқанда да, біз мына осындай қазылар алқасы өзгеріс сияқты баладан көз жазып қалмауымыз керек. Бұл менің ойымда дандайсып кетпе, осылай ағаларым өсті мақтап жатыр деп түбінде, Құда қаласа, мәселен, кезінден Қайрат ағасы қазір сахнаға шығып жүрген жоқ. Оның шәкірті Бекболатта қазір көп ән айтып жүрген жоқ, ол депутаттықпен кетті. Енді қазір мына қалған жалғыз Рамазан. Рамазаннан кейінгі осы қазақтың әнін ту етіп көтеріп, жерге түсірмей, Аллаханына салып әлпештеп, осыны асқататып айтатын әнші осы өзгеріс бола ма деп ойлаймын мен. Алла бізді адастырмасын. Мен ойлаймын, бұл жолы біз өзгерістің бағын байламаймыз. Бәрекелді. Өзгеріске деген біздің қазылар алқасының пікірі жақсы, қол соғып, қошемет білдіріп, шығарып салайық. Қазылар алқасы әбден мақтады.
аспанға ұшып шығып кеткен жоқсың ба? Жоқ, әрине. Ұстай білеміз ғой. Қазіргі заман тілімен айтқанда жұлдыз ауруымен ауырып қалмаймыз ба? Жоқ, одан ұстаздарымыз әбден тиді ғой. Құлағымызға құйды ғой. Бәрекелді. Атадан балаға қанымен тараған бір тамаша өнерді жалғастырып жатқан азамат екенсің. Оның үстіне қазылар алқасында сені тауып осы елге әкеліп саған дәріс берген ұстаздарың отырған кезде сен ешқандай мүдіруге, шалынуға, шатасуға хақың жоқ. Біз өзгеріске сәттілік тілейміз. Ал жобамызды ары қарай жалғастырайық. Әлі біздің өнерпаздарымыз сіздерге тамаша өнерлерін көрсететін болады, қымбатты көрермен.